Ал сен вообще айта беріңіз результаттарыңыз. Қалай бұл компанияға келдіңіз, соның бәрін бастай беріңіз. Жанар, өзің осын 2-3 ай бұрын өзің айтқанда мен сенбеймін. Тағы қандай жағдай болады, ана компанияда жүрдім, мына компанияда жүрдім. Бұны да бір көрейін деп үш ай өткеннен кейін келдім Жанарға. Мен женскийім жағынан келдім. Женскийім қазір жақсы, 1,5 айдың ішінде результат көп. Жаңағы ішімдегі ішіп жатқанның арқасында ішімнен жаңағы үлкен дәретпен құрттар түсті. Бірнеше құрт түсті. Осы өзім алдында қорқып қалдым. Ондай құрт көрмеген, мен қанша компанияда жүріп бұндай құрт көрмеген. Қазір де құрттарың шығып жатыр ғой, иә? Қазір де құрттарым шығып жатыр. Сосын ішу арқылы ғой оның бәрі енді. Бірақ та мен жақсы ұстанам осы. Сосын сіз анау сахарға по-женски қолданған кезде сізде бір нәрсе шықты дедіңіз ғой? Женскийімнен грибок шықты. Женскийім өзі қатты қышып, қатты өзі маза бермей жүрген еді, олардың бәрі басылды. Бірақ мен жақсы результат алғаныма қуанамын. Сізге қанша күнде қойды жаңа грибок аппақ бір нәрсе шығып жүрді дедіңіз, сол қанша күн? 3 күн бойы менде грибок шығып жүрді. Алғаш қойғанда грибок шығып жүрді. Бірақ қышығаны осы жақында басылды. Қатты қышып жүрді, сонда да жаға бердіңіз? Жаға бердім, мен нетпедім, демалмадым. Осы соңғы күнде 1-2 күнде демалып жатырмын енді осыдан. Сахарым да жақсы, көп су іше беруші едім. Суды да көп ішпей қалдым. Және андай түнге қарай жаңағы шидеретке барушы едім қайта-қайта. Оларында ретімен барып жатырмын. Тағы қай жерге қолдандыңыз кремді? Сосын бас бармағым 2 жылдан бері сахардың салдарынан бас бармағым жара болып кеткен осы. Мен бас бармағым қазір жақсы. Кәдімгі өзімнің қолымдай болып қалды. Осы жеріме қолдандым. Сосын жаңағы құлағыма алып жүретін, құлағымның ішіне де жақтым. Мынау мойнымның астында жастайымнан келе жатқан бір без бар еді, сол ауыратын еді. Оны да ауырғаны қойды. Мен өте қатты ұнады, рахмет. Сосын тізеңізге жақтыңыз ба? Әрине, тіземе жақтым. Тізем ол бірінші очередте жүремей қалған. Сол астына үстіне жағып 10 минут 15 минутсыз бұл результат бермейді екен. 10 минут 15 минутта ғана результат береді екен. Соған шыдап, жаңағы пищевой пленкамен жауып, үстінен жылы нәрсе орап, жатарда сөйтіп мен бұның результатын көрдім. Тізем жақсы, қазірде өзім 65-темін. Жүгіріп жүрмін. Осы компания ұнап жатыр ма сізге? Әрине ұнап жатыр. Өнімдерін бәрі керемет десеңші? Өнімдерін бәрі керемет екен. Коллагенді іштім. Коллаген де өте адамға пайдасы көп екен организмімізге. Біз жалпы организміміз үнемі біз осындайды пайдаланбағанның салдарынан бізде органдарымыз шаршап қалған ғой. Соны толықтырып жатыр. Енді сізде бұрынға қарағанда бетіңіз әдемі жылтырап қалды ғой. Сіз кремді бетіңізге де жағып жатсыз ғой, иә? Сосын айтпақшы көзіңізге де. Көзіме де ішіне, көзіме қатырақ, мынау сыртына жағып, ішіне кішкене салып, сөйтіп 1,5 айдай жақтым. Маған жаңа мүмкіндік берді. Арғылай мен енді врачтар маған басқа не бергеннен кейін, ем бергеннен кейін қазір тоқтап тұрмын. Енді осы компанияда жұмыс істеуге ниетіңіз бар ма, арғарай? Әрине, ниетім бар. Ниетім бар. Компания жақсы. Кремнова, супер кремнова деген өзінің атына зай екен, супер болса супер екен. Мына осы крем бәрі ауруларға жақсы, иә? Мен адамдарға түсіндіргенде өзім көзім жеткенімді айттым. 8 мыңға жалпы адамның денесіндегі ауруларға 8 мыңға ем қабылдай алмаймыз. Мысалы, врачқа барсаң, асқазаныңа бөлек, бүйрегіңе бөлек, немесе басыңа бөлек береді. Олар уақытша екенін түсіндім да, мынаны бірден әсер ететінін көзім жетті. Рахмет сізге, керемет нәтиже. Өйстіп бөлісіп тұрыңыз, сосын сізден алған адамдардан да нәтижелер көп қой, соларды сіз неге осы видеоға жазып, неге шығару керек та чатқа, соларды бізге алып айтсаңыз болады келешекте.